19 отыр. Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздермен бірге мен Битөре. Құрметті достар, біз алдыңғы сабақта қосалқы күйінің бірінші бөлімін үйренген болатынбыз. Енді осы сабақта біз қосалқы күйінің қалған екінші бөлімін үйренетін боламыз. Және де достар, естеріңізге сала кетейін, бізде домбыра үйрену сандық ноталар жинағы кітабының екінші бөлімі шықты. Ол жерде де 50 ән күй бар. Бірінші бөлімде 50 ән күй және екінші бөлімде 50 ән күй. Общий бәрін қосқанда 100 ән күй болды. Егер де сол кітапты алғыларыңыз келсе, мына астында көрсетілген номерге жазсаңыздар болады. Қосалқы күйінің екінші бөлімі бізде 10-шы пернеден басталады. Үстіңгі шекте біз алдыңғы сабақта 7-ші қатардың осы 10-шы пернесінен аяқтаған болатынбыз. Осы жерге келеміз 10-шы пернеге. Және осы жерде төмен, лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига жасаймыз. Дәл басындағы бірінші бөлімдегі 5 сияқты, соны 10-да қайталайтын боламыз. Төмен, лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Келесі бізде 0, яғни ашық 2, екеуі де ашық төмен, және 7 жоғары, келесі 9-да 10 төмен, және 10-да 12 жоғары. Келесі бізде 10-да 10 төмен, жоғары және 7-ші перне жоғары. Келесі бізде 9-да 10 төмен, жоғары. Келесі 10-да 12. Үстіңгі шек 12, астыңғы шек 10-ға жылжиды, төмен, жоғары. Келесі бізде 9-да 10 төмен, жоғары және 7-ші перне жоғары. Және 10-ші перне лига. Төмен, лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Осы жерін қос жерейік басынан бастап. Осыны енді бұл жерде бізде 0-7-ден бастап реприза белгісі бар, значит 2 рет қайталаймыз. Келесі бізде 12-де 12, алма кезек 3 қағыс және жоғары 2 қағыс ойнайтын боламыз. Келесі бізде 12 төмен осы жерде және 14-ке лига жасаймыз. Қағыс қақпаймыз, яғни лига жасаймыз. Келесі 10-да 12 жоғары 2 рет. Келесі 10-да 10 алма кезек жоғары 10 төмен және 12 лига және 9-да 10 жоғары. Келесі бізде 10 лига. Осы жерін қосып жіберейік. Осымен бізде 9-ші қатарымыз аяқталады. Ал енді достар, келесі бізде 10-ші қатар, ол 0-ден басталады, яғни бағанағы 7-ші қатар, 8-ші қатарды тартқанымыз. 0, 7, 9, 12, 10, 17, 9, 10, 12, 10, 9, 7. Келесі лига. Төмен, жоғары, төмен, жоғары лига. Төмен лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Келесі бізде дәл осыны мына 12-де қайталаймыз. Төмен лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Дәл осылай 14-ке түсеміз. Үстіңгі шекте баспанамкін басып жатырмыз. Төмен лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Келесі бізде 14-те 14. Алма кезек жоғары 5 қағыс. Төмен, жоғары, алма кезек и жоғары. Келесі төмен. Келесі 14-тен кейін 17-ні басамыз. 17-ге яғни лига жасаймыз. Төмен. Келесі 16-да 14 жоғары және 12-де 14 жоғары. Келесі қайтадан 14-те 14, 12-ші қатар, алма кезек жоғары. Енді 16-ға лига жасаймыз. Және келесі 14-те 12 жоғары және 10-да 12 жоғары және 9-да 10-ға 4 қағыс ойнаймыз. Төмен, жоғары. Осы жерге дейін бір қосайық, яғни 10-ші лигадан бастап.
9 төмен, 10-да 10 лига. Және 12 төмен. Келесі 9-да 10 төмен. Және енді 12-де 10-ға лига жасаймыз. Және 10-да 10 төмен. Екі тактың айырмашылығы бар. Біріншісінде 10-да 10, екіншісінде 12-де 10. Сонда 9, 12, 9, 12, 10 болады. Келесі бізде 7-де 7 төмен. 9-да 7-ге лига. Яғни 9-да астыңғы шекте. Және 7 қайтадан. Келесі 5-де 5 төмен. Енді осы жерде үстіңгі шектегі 7-ге 4-ші саусақпен былай аламыз. Лига. Келесі 4-де 5 төмен. Және лига. Төмен, лига, жоғары, лига, төмен, жоғары, лига. Осы жерін қосайық. Және лига. Және қайталаймыз. Ең басындағыны 0, 2, бірінші бөлімде бар бұл жері. 0, 2, 4, 7, 5, 5, 2, 4, 4 алма кезек. 5-де 7 төмен жоғары, 4, 4 жоғары және 5 лига. Лига, жоғары лига, төмен, жоғары лига. Осы жеріне дейін тағы бір рет қайталайық. Мына жерден, яғни 5 лига. 5 лига, 0, 2, 4, 7, 5, 5, 2, 4. Құрметті достар, осы бөліп қайталаған жерлерді сіздерде бөліп солай жаттасаңыздар, тез естеріңізге сақтап, тез жаттап алатын боласыздар. Осымен біздің екінші бөліміміз аяқталды. Келесі бөлім, үшінші бөлім, ол жерде енді көбісі қайталау болады. Сол үшін осы бөлімдерді жақсылап қайталап жаттап алыңыздар.